Аймақ басшысы сыр өңірін елорда мен көршілес облыстармен байланыстыратын бұл жолды қалпына келтіру жұмыстары ел президентінің тікелей бақылауында екенін айтты. Қызылорда-Жезқазған жолының жаңғыртылуы тек жолаушылар қатынасын ғана реттеп қоймай, Қызылорда облысының әлеуметтік экономикалық дамуына оң әсер ететінін атап өтті. Мемлекет басшысының, үкімет басшысының тікелей бақылауындағы жобалардың бірі. Ел болып, әріптестер болып, осы саланың азаматтары іске асыруымыз керек. Халық бізге үлкен сенім артып отыр. Тағы да шынын айту керек, халықта қауіп бар, бұл тағы да тоқтап қала ма деген. Сондықтан біз осы жобаны тоқтатпауымыз керек, бірлесіп жұмыс жасауымыз керек. Өткенде сол жолдың басына барып кездескен кезде сіздер айттыңыздар, жобамен биыл 140 шақырымдайын бітіреміз, ел игілігіне табыстаймыз деп. Енді біздің тұсымыздан өтіп жатқан Жезқазғанға дейін 216 шақырымдай, ол енді 60-70% өте жақсы болады. Қалған келесі жыл бітірсек, онда өте жақсы болады. Мәжілісте Қазавтожол облыстық филиалының директоры Ерұлан Жүнісов құрылыс жұмыстарын барысын баяндады. Қызылордадан біздің Ұлытау ауданының шекарасына дейінгі жол 216 километр құрайды. Оның ішінде 6 лотқа бөлініп, 4 подрядчика жұмыстарын бастады. Екі участок қазір екінші лот конкурс өтті. Ол қазір Қытай компаниясы ұтылып. Енді Қызылорда айналма жолы 14-6 километр бірінші категория жол. Оны қазір осы конкурс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Негізі енді қазір 4 лот жұмыс істеліп жатыр. Бірінші лот China Civil деген компаниясы, Қытай компаниясы, 4-ші лот Кран компаниясы, 5-ші лот Уйчу компаниясы және Стекол компаниясы, 6-ші лот 4 компания жұмыстарын істеліп жатыр. Филиал директорының баяндамасынан кейін облыс әкімі осы құрылысқа қажетті материалдарды Қызылорда қаласының жолдары мен Сұлтан Бейбарыс көшесіндегі көпір арқылы тасымалдау кезінде жергілікті жолдарының бұзылатынын ескертті. Сондықтан мердігер мекемелермен жолдарды қалпына келтіру жөнінде алдын ала келісімдер жасау қажеттігін баса айтты. Үлкен жолға байланысты да басқа ішкі жолдармен жүретін болса, оның барлығына бізден комиссия құру керек жер саласында. Оған транспорт инспекция, ДВД, қаланың әкімдігі, аудандардың тұсынан өтетін жер болса, аудан әкімдіктері, Ерлан Бақтыбайұлы, сіздің қызметкерлеріңіз бәрі кіру керек, өзіңізден бастап. Сол комиссиямен бір нақты шешімдерге келейік. Қай жолмен жүргіземіз, ол жолда ертең қандай шығындар болады, сол шығындар қалпына келтіру мәселесін шегелеп қазақша айтқанда қоюымыз керек. Жиын қорытындысында аймақ басшысы Қазавтожол облыстық филиалына Қызылорда-Жезқазған автожолының құрылысын сапалы әрі мерзімінде аяқтауды қамтамасыз етуді, жұмыс сапасын жол активтері ұлттық сапа орталығымен бірлесіп қадағалауды тапсырды. Мұнан бөлек мекемеге қажетті материалдардың жеткілікті көлемде жеткізілуі жөнінде тапсырма берілді. Назгүл Қаштева, Айдос Исаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.